осы жылдығы Ыбырай Алтынсарин 180 жылдығы. Осы Ыбырай атамыздың артында қалдырған мұрасын кеңінен насихаттауға кішкене болсын осы жеке бастамамызбен үлес қоссақ дейміз. Ел танып, жер танып, мынау артымыздан ерген жас ұрпаққа бір патриотизмнің үлгісін көрсетсек дейміз. Және велосипед мәдениетін елде өркендетсек дейміз. Я сам полковник в отставке, служба охраны президента. Увлекаюсь вот этим, так сказать, велосипедом, естественно, веду здоровый образ жизни. Желаю всем ребятам, чтобы сели за велосипед и крутили педали. Жизнь очень интересная именно при кручении педалей и общении с людьми. Это очень здорово, интересно. 40 мемлекеттің жалғыз өзім аралап өттім. 22 рет веломарафонға шықтым. Енді Ыбырай атамыздың 180 жылдығына байланысты балалар шақырғаннан кейін соларға ақылшы болайын деп келіп тұрмын. Кел балалар оқылық, оқығанды көңілге ықыласпен оқылық. Оқысаңыз балалар шамнан шырақ жағылар, іздегенің алдыңнан компьютерден табылар. Подполковник запаса КНБ Егизбаев Кайрат Юрьевич, мне 57 лет, 10 лет на пенсии. От велотуризмом занимаюсь в течение 5 лет. За это время весь Казахстан объездили. Поэтому мы, так мероприятие, вот, посвященное 180-летию Ыбырая Алтынсарина, это моя родина. Вот, мы попросили наших аксакалов поучаствовать и отдать дань уважения человека, который внес образование в нашу страну. Қалған қазақтың жұлдызы ол адам. Ол әлі тірі. Сіздер мына предприятиелер қолдарыңыз үшін Ыбырай атамыздың аруағы қолдасын. Сара жолдардан қақтай емесін, бөгет болмасын. Алла.